Номері 13. Есепші әкей. Жүйкем сыр беріп басым қатып отыр. Ойларым мысық шырмаған жіп сияқты оратылып бір ізге түспей жатыр. Оның үстіне салқындатқыш істен шыққан ба, шаш кептіретін феннен айырмашылығы жоқ. Үрбеуін үрбеп-ақ тұр, бірақ салқындатпайды. Кеңсеге әкем кірді. Түрме қарап-ақ мән-жайды түсіне қойды. Басым қатып отырғанын сезіп, өзінің қиығымен қолымдағы есеп қағаздарын бай-бай қарады. Сөйтіп, борышкерлердің жалпы сомасы қанша деп сұрады. Шамамен 100 миллион деп жауап бердім. Шамамен? Бізде шамамен деген ұғым бар ма еді? Қане, калькуляторыңды алып кел, деді. Бардым да сөмкесінен ескі қызыл калькуляторын алып келдім. Әкем орнына тұрып, салқындатқыштың бірін өшірді де, екіншісін баяу режимге қойып, терезені сәл ашты. Бір сағаттай отырып, есеп дәптерін ақтарды. Бар ынтасымен дән қойып, калькулятордың пернелерін басып жатыр. Ақыры есеп құжаттарында сәйкеспей тұрған қателікті тапты. Салқындатқыштың біреуін өшіріп тастаса да, бөлме іші кішкене салқындай бастаған еді. Ол орнынан тұрып, салқындатқыштың алдына қолын тосып, салқындатқыштың сорғысында кінәрат бар ма? Деп сұрады. Жоқ болуы керек, дедім мен. Ол маған бажырая қарап, болуы керек, мүмкін деген сөз жоқ, бар төбеге шық. Сорғы сау ма, жоқ па, қарап кел. Сосын ескі салқындатқыштың түтігін ауыстыр. Базарға барып жаңасын алып кел. Сосын салқындатқыштың үстін жабатын қалқаға тапсырыс бер. Бетін қалқаламасақ, жағдай одан да нашар болады. Мына салқындатқыштардың шығыны көп, күніне 200-300 литр су босқа болғанып кетеді. Егер білсең, ол бірнеше отбасының тұтынатын ауыз суы. Ит арамды, жаманды, обалды болмас деген, артық суды зая етіп обалына қалмайық, деді. Есебім шыққан соң көңілім жайлана бастады. Әкем ескі калькулятор сөмкесіне салып жатып былай деді. Бір кісі атқа мініп кетіп бара жатыпты. Атының 4 аяғы тағаланған екен. Бір жерге су ішуге тоқтаса, бір жас бала келіп, атыңыздың неше, қанша аяғы бар? Деп сұрапты. Егде кісі атынан түсіп санапты. 1, 2, 3, 4. Содан соң артын жағынан санап, тағы да санапты. 1, 2, 3, 4. Жас балаға қарап, 4-еу, деп жауап берді. Жас бала қарқылдап кіріп, қатырасыз, сонда санаудың не қажеті бар? 4 тағамен шабатын жылқының 4 аяғы бар болу керек емес пе? Деп күліпті. Сонда салт атты кісі сақалып сипап, мен есепші мүмкін сияқты болуы керек, шамамен деген ұғымдармен жұмыс істемеймін. Өзім санаймын, санаған соң жауапкершілігін өзім арқалаймын, депті. Әкем сөмкесін жауып кетуге ыңғайлана беріпті. Есептемегенде бәрі түгел деген. Электр мен суға төленіп жатқан ақшаның нешесін мына жылы жер үшін төлеп жатқанымды білесің бе? Адал дүниеге де есеп керек балам, депті. Мен басымды қасып қалдым.